аты жөнім Күнқожаев Гаухарбек Баянбайұлы. Осы Түркістан қаласының тұрғынымын. Қолөнермен айналысып жатырмыз қазіргі кезде. Ағаш өнеріндегі қызығушылығым бұл бала күннен басталыпты. Мынау өзіміз бала күнімізде құрт жаямыз ғой. Домалақтап құрт жайып, қасымда інілерім, әпкелерім құртты домалақтап отырса, мен отырып алып түйелерді, сондай әртүрлі бейнелер жасап, қасқырлар жасап қоя береді екен. Сол анам марқұм кейін күлетін. Соны бәрі домалақтап құрт жайып отырса, сен дереу түрлі сувенирлерді сондайлар жасап отыр едің әртүрлі мүсіндерді деп. Бала енді былай жасап бастағаным сол бала кезімде ғой, бір 12-13 жаста кезімде қалтамда ылғи әкемнің бәкіс жүреді, шаппасы. Сонымен қозлақ бағып жүріп, далада мына көнеден қалған құмыралар жатады. Сол құмыраларды алып қарап, құмыраға аяушылық танытатын. Ойбой, бейшарай, бір кезде бір аталарымыз осыны құмыраны жасап шығарды. Соның қолымен ұстаған құмырасын сынығы мен қолымен ұстап отырмын. Қанша жылдар өтті екен, қанша ғасырлар өтті екен деп қызығып, сол отырып алып, мен атамның жасаған жалғастырайын деп, балалы ғой, қиял ғой. Сонымен ой, бір туындылар шығарыппын. Соны анам марқұм бір 30 жыл сақтап келген қолыма берді. Балам, мына өнерін танисың ба деп. Қарасам, бала кезімде жасаған. Ойбой, мына әлі сақтап жүрсіз бе? Я сақтап қойғам деп. Өнер ендемен құдық қазғандай дегенде өте уақытты алады. Жұмыс өте жай жүреді. Армияға бармын. Армияда жүрген кезде әскерде жүріп домбыра жасап алып тартып сол жерде не бір күйлерді, әндерді Нұрқизаның аққуын тартып офицерлер таңғалдырған полковниктерді. Ой, олар айтатын, какой-то одна палка, два струна, как такой звук дают деп, дыбысына таңғалатын өзі бір екшекпен қаны жасалған. Соны өзім жасап, соны тартып, бұлмен әнді айтуға болады деп, өлеңде тартып айтып беретін отырып. Сыртын бәрін әрлендіріп, табиғаттар түсіріп, ағашты ойып әскер. Оны бір жасауын бір 3 күнде жасағам, өзім таңғалам. Құрып бәкімен жасағам, шаппамен. Сонымен 3 күнде жасап тұрдым барам. Қазір мықты аспаптарым болып тұрған өзінде, қазір кем дегенде бір 10 күнде бітіресің бір домбыранды. Ал 3 күнде қалай жасағам, өзім тақалам. Ана әуестік қой, қызығушылық. 3 күн бір асығыс жасағам. Офицерлер тексеру келген кезде мен жұмсақ жіберді деп алда жүреді ол, өтірік айтып. А мен басым онда биік жерге бір жарық түсіп тұрған жерге контейнердің үстіне отырып алғам, сөйлеп отырып жасап шығарғам. Сырдарияның бойына барам, өзім балалық шағым өткен жер, балалық өскен жерім. Ана Ақын Жақып деген Қосәуле бар, сол жерге зиратым жасап, Құранымды оқып. Сол жерде аталарымыз бар, әжем жатыр сол жерде, соларға Құранымды оқып, сол жерде бір демалам. Мешіт бар сол жерде бір 2 ғасырлық. Судың кезінде салынған. Сол мешіттің ішіне кірем, бала оқытқан жерде, соның ішіне кіріп отырамын. Сол жерде кітабым жазғанда, сол мешіттің ішінде отырып жаздым кітабымды. Біраз жартысын десін болады. Сөйтіп сол жерде ағаштарымды іздеп жүрем, айналып, тоғайды орман аралап жүрем. Ең ұнайтын жер сол ағаштарды іздеп жүрген ғой, түрлі-түрлі. Тұраңғыл деген ағаш көмдегі жасайтын ағашым. Тұраңғылдың өзі сыры көп, өзі өте жұмсақ ағаш араласаң, шапсаң өте берік ағаш. Мынау ең қатты ағаштар, қайың ағашы, қара ағаштар мысалы дейміз да. Оны мына астында отыр екен мына ағаштарды. Балтамен бір шапсаң жарылып кетеді. Тораңғыл ағашын қанша шапсаң да балтаң орында қадалып тұрып қалады, жарылмайды. Ағаш бірімен-бірі ішінде байланып өседі. Міне осындай нәрселердің бәрі ерекшеліктер бар ағаштың. Бұл мүйіздерді әр жерден жинаймыз негізі. Кетіп бара жатқан жеріміз далалардан, Қаратаудың шатқалдарынан түрлі мүйіздер шығып қалады. Еске көне көріп тұрсың ғой, көне мүйіздер еске. Сондайлар жинаймыз соны. Сөйтіп әкеліп туындыларға, енді оны мынандай деп алмайсың ғой, жатқан нәрсені ала саламыз, мүйіздерді. Келгеннен кейін барып, ағаштың тұрған, өскен, жасаған бүйіміздің құрылысына қарай, өңдейміз қайта, кесеміз, сөйтіп ішіне біріктіріп келтіреміз.
мынау өгіздің мүйіздерін неге пайдаланамыз? Мыналарды қыздардың сәукелесі қыз жібере саламыз, ондай сәукеле ұқсап көрінеді ғой. Соны түрлі нәрсеге айналдырамыз. Енді ол кісінің әрдайым жаңағы осы кезге дейінгі енді тәжірибесі мол ғой енді. Енді ол кісілерден біздің алатынымыз әрдайым айтып жататын бір сөздерін естіп жатамыз. Еңбектену керек, қайтпау керек, жаңағы әрбір жұмысына ол кісінің бір қызық жері жасаған бұйымдарына жаңағы шығармашылық бір арнау жасайды да. Жаңағы жырмен болсын, әнмен болсын. Мына бесік жаңа ынтымақ онда өлеңдетіп өтті. Бұнда айта кетейін. Алшыдан түссін асығы бесігінде баланың, даналар шыққан тал бесік ауасын жұтып даланың. Ұлы күшке байланған қуаты артсын сананың, ақ кемедей қалқысын шетінде қалмай жағаның. Болымды болып бой түзеп батасын алсын дананың, атанаға аманат ертеңге бала шағаңда сөйлеп тұр. Мысалы бір жұмысым өзі 1,5 жыл уақыт алады. Сонда уақыт алған жұмыстарым болды. Мынау кейінгі жер ана деген жұмысым 3,5 жыл уақыт алды. Солай. Ол жасалу уақыт есептемеймін жасатқанымды. Ана ойымды әкеліп тұйықтап, байланыстырып, тура біріктіріп, нық қойып алу. Сол көп уақыт алады. Өнермен мінезін ұштастырған ғой, ол кісі. Мынандай жұмысты жасау үшін сабырлық керек. Болған қызуқандылық болмайды бұл жұмысқа. Қызуқанды болсаң лақта жібересің. Өзім кейде қызуқандық салынып, қойшы деп лақта жіберемін, бұл болмайды. Ол кісі өйтпейді. Соны толық алып шығады, соны жасайды. Соны мысалы, жәліп туындысын мысалы 3,5 жыл жасаған. Бөліп жасаған әрқайсысын. Оның бәріне шыдамдық керек, мінез керек, байсалдылық керек. Балық берме, қармақ бер деген сияқты. Осы өнерді үйретті ғой. Осы өнермен кішкентайымнан баулып, үйрен, ертең осының нанын да жейсің, осымен ел аралайсың, жер аралайсың деп, осымен көресің, дамисың деп. Алда уақытта осыны өнерді ұстап алып қалу ғой міндетім. Осымен айналысып келе жатқанымыз. Бұл жаздық шеберханамды былтыр ашқам. Мынау маған шетелдіктер, туристер еді, шетелдіктер. Соларға олар келеді да, бір таңғалды, әр нәрсе қызығады, өсіп тұрған талыңа да қарайды, таңдана қарайды, ағаштардың түстерін өзіне қызығы қарайды деп. Сол сияқты анау ақыры әкелген ағаштарын жиып келем. Алдында кәдімгі үйіліп жататын ағаш деген. Кейін ойланды, осын бір өзінше дұрыстап қойыншы, келіп көргенде қызықтау көрінсін. Оның үстіне ағаштардың түр-түрін бәрі көрініп тұрады. Өзім алғаныма да ыңғайлы деп, ағашты өстіп дөңгелектеп осылай жинап қойғам. Осылай жинағанымыз жақсы болыпты. Шетелдіктер деген осыны айналып, осыны қызығын көріп жүретін ағаштардың. Қарасай қызық қой, түрлі тұт ағаштар бар неде, шыңғыл, түрлі айқұш. Қарасаң, осының бәрі қызық болып көрінеді. Ең үлкен мұрасы бұл жаңа қазақтың үлкен осы ұлттық аспаптарын, яғни дәріптеп, елге таныстырып, әлемге таныстырып, келешек осы өскелең ұрпақтарға өзінің туындыларымен, мұраларымен өзінің ізін қалдырып жатыр деген ойдамын. Алда уақытта енді ол кісінің жұмыстарын көрген адамдар өзінің әр адам көрген туындысында әр нәрсенің жаңа бейнесі көріп жатады, яғни тарихи бұйымдарды жасап жатады. Философиялық шығармашылық жұмыстарға әбден жаңағы өзінің почеркісі дейді ғой, ізін қалдырып, келешек ұрпаққа таныстырып, өрбітіп жатыр қазіргі өзінің бұйымдарын. Ең бірінші бағалайтын ол мінезі, өйткені қаншайын бала болдық қой, ренжисің, не қыласың, сонда да дегендей байсалдықпен қарайды да, түсінеді. Бірінші жағынан, әкелі балалық жағынан ер мінезділігімен ұнайды да маған, сол қасиет ұнайды. Сен өзіңмен сырласады, айтып түсіндіреді. Өйткені біз баратқан жолдың ол кісілер келе жатыр ғой. Сондықтан көп көргеннен кейін бірінші сол мінез жағынан
бағалайтыным сол мінезі. Мен үшін тау тұлға ғой. Әке көрген Оғжанар деп. Сол кісінің өнерін алып қалсақ деп жүріп қой енді. Ең бірінші адам өміріндегі. Ел неғұрлым рухани дамыған сайын ел бақытты болады ғой. Сол сияқты менің жасап жатқан жұмыстарым рухани жұмыстар. Көп нәрсені айтады. Міне ол мен тек мен айтқан емес, біздің алдымызда өткен кешегі Әл-Фараби бабамыз, Әл-Фараби философиясы бар. Оның мына өзіміз мына Ахмед Яссауи философиясы бар. Осының бәрі менің ағаштардың ішінде сөйлеп тұрады бәрі.